Жаңа оқу жылына студенттермен қоса интернет-маркетологтары дайындалып жатыр. Неге? Өйткені олардың дәл қазіргі аудиториясы аңқау, ақша қажет ететін, стипендия аздық ететін студенттер. Біледі, оларға еш уақытта студенттерге ақша жетпейді. Сол үшін келіп өздерінің күшті, былай айтқанда өтірік бизнестерін ұсынады. Сен жақсы ақша табасың, сен күшті ақша табасың, бизнесмен боласың дейді. Солай, особенно бірінші курсқа енді келе жатқан, көзі әлі ашылмаған студенттерді алдап арбайды. Осыдан аулақ болу керек. Неге? Өйткені Құдай бір рет сақтап қалған менді. Содан кейін мен оларға деген иммунитет қалыптасқан. Ол жыл соңында тупик алып баратын, сені отырғызатын, ата-анаңнан алыстататын, туысқандарың вообще араласамай қаласың, достарыңды айтпай қоя салайын, бүкілінен ақша сұрап, қарыз сұрап, солай болып кетесің. Мен де бір досым алып барған, сол жерде чуть мынандай ғана қалған кіріп кетуіме. Ағама айтқан, қайтесің оны деп, сол ағама әлі күнге дейін мен рахмет айтам. Рахмет братан, сол кезде сөйтіп алып қалғаныңызға деп. Болмаса мен де білмеймін не болады, не қоятынын. Солай жүріп біздің қаншама адамдар, менің қаншама таныстарым, Qnet деген бәле бар ғой, соған кіріп, соған миллион беріп кіріп, мен бизнесмен болам, мен миллиардерші болам, ойбай қырам, жоям деп кіріп, соңында оқуынан шықты, туысқандары жоқ, достары. Олар бар ғой, сіздерді вообще шақырғанда просто бизнес деп айтпайды, или ақшасы жоқ болып тұрса, мысалы үшін менің жағдайымда солай болған. Мен платныйда оқам, өзімнің ақшамды өзім төлейін деген мақсатпен соған араласпақшы болғам да. Бизнес деген естілген кезде, вау деген, интернет-маркетинг вообще күшті деп қызыққан менде. Дәл солай сіздерді шақырады. Кел дейді, біз сіздерге үйретеміз дейді. Олар барасы четко киініп алады. Бизнесмен, ойбай дейді, сіздер көріп ана қызығасыздар кәдімгідей. Мені қызыққам. Сөйт жүріп, олар өздеріне шақырады. Сізде кредит алдыртады, басқа қалады, басқа. Мен оған кірмегенмен шүкір деймін бар ғой, кейін көрдім, жақсы нәрсе емес екен. Так что сіздерге де айтарым, жоламаңыздар. Ондай достар болса, мысалы үшін крик давай деген болса, қазірден тоқтатыңыздар олармен араласуды. Все, болды, рахмет, давай, өшеген жетіп келдік деп. Абайдың 28-ші қара сөзіні ұмытпаңыздар. Жақсы айтқан. Ақшаны, дүниені, малды қара жермен, маңдай терден сұра деп. Дұрыс па? Бекерден бекерге айтылмаған ол. Жақсылап еңбектенсеңіз, оқысаңыз, тоқысаңыз, өзіңіздің адал еңбегіңізбен сол ақшаны өздеріңіз тапсаңыздар да болады.